Достар, менің атым Диана. Бүгін біз сіздерге тәтті пирог істейтін боламыз. Ендеше кеттік. Ыдысымызға 4 жұмыртқаны жарып аламыз. Қантымыз саламыз. Жақсылап араластырамыз. Сүтімізді қосамыз. Араластырамыз. Сұйық майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Біздің массамыз дайын. Енді шетке қойып, құрғақ заттарымызды араластырамыз. 2 шай қасық разрыхитель қосамыз. Араластырамыз. Електен өткізіп, ұнымызды саламыз. Бірінші жартысын саламыз, келесі жартысын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Şimdi unumuzu salsamız. Aralastырамыз. Біздің қамырымыз дайын, енді пешке саламыз. Қамырымызды құямыз. Ыдысымызға пергамент қағазын төсейміз. Тексте жереміз. 180 градусымызда пісіреміз. 30-30 минут 5-тің. Біздің пирогымыз дайын. Ендеше жасап көріңіздер.